Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен осындай жаппасай тағамын бірге дайындайтын боламыз. Олай болса видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамыр илейтін боламыз. Ол үшін ыдысқа суды құямыз және де тұзымызды салып, жақсылап ерітіп, үстіне ұнды салып, қатты етіп қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін мешокқа салып 15-20 минуттай демалдыратын боламыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін етімізді осылай орташа бөліктерге бөліп турап аламыз. Одан кейін осылай табаға азғантай ғана күнбағыс майын құйып, етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Одан кейін пиязды да орташа бөліктерге бөліп, майда етіп турап дайындап аламыз. Қуырылып жатқан еттің үстіне пиязымыз бен сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізді де дәл солай майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Етін жауып, жай отта қуыратын боламыз. Картопты қазір салмаймыз, бірақ сонда да турап дайындап қойып қоямыз. Міне біздің етіміз әдемі болып қуырылды. Дәміне қарай тұз саламыз. Оның үстіне 2 кішкентай қасықпен томат саламыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін ғана картопымызды саламыз және де үстіне қайнаған су құямыз. Қайнаған су құйғаннан кейін бетін жауып, жай отта пісіретін боламыз. Енді қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды дәл осы видеода көрсетілгендей жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыздың жұқа әдемі болғандығын осы астындағы дастархандағы гүлдер шамалы көрініп тұру керек. Сол кезде біздің қамырымыз дайын деген сөз. Одан кейін қамырымызға осындай күнбағыс майын біркелкі етіп жағып аламыз да, осындай видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп дайындап қоямыз. Дайындап алған қамырымызды осы жаңағы біздің подливамыздың үстіне майланбаған жағын астына қаратып, осылай біркелкі етіп салып шығамыз. Бетін жауып, жай отта 15-20 минуттай пісіреміз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Қамырымыз да өзінің буына өзі әдемі болып пісті. Енді осы қамырымызды бір немесе 2 бүктеп, ыдысқа рет-ретімен салып шығатын боламыз. Қамырды осылай шет-шетіне салған кезде біздің ыдысымыздың ортасы ашық қалады. Сол ашық қалған жерге біз астындағы подливасын салатын боламыз. Міне біздің жаппасай тағамымыз дайын болды. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.